бізге келген объем сол жетпей жатыр бізге. Сондықтан шектеумен сатылады. Шымкенттен Сайрам ауданына дейін шамамен 50 шақырым жолда орналасқан 8 бекеттің екеуінде ғана АИ-92 бензині бар. Жүргізушілер бұл жағдайға түсінбейтіндерін айтады. Олыстарда да жоқ, Облыста да жоқ, Синолда да жоқ, анақта бәр жерде жоқ. Талон дейді, не отырыш деп білмеймін, бензин жоқ дейді да. Қалада бар, бөрде жоқ дейді, қалаға барса ояқта ауылда бар дейді. Сайрам аудандағы сәтті жол жанар-жағармай бекеті жұмысшылары соңғы 4 күннен бері станцияға күндігіне 400 литр ғана АИ-92 бензині берілетін болған. Және ол 400 литр көпке жетпейтінін айтады. Синойл бекеттерінде АИ-92 бензині болғанымен кезектің көп екені байқалады. Бағасы да әртүрлі. 157-158 теңге аралығында. Әр клиентке 2000 теңгеден, 1000 теңгеден артып тұрды. Ауылда сатпайды. Ақшаға бермеді. Жанар-жағармай ассоциациясы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігі берген мәліметке қарағанда, облыс тұрғындар айына 30 000 тонна АИ-92 бензин тұтынады. Қазір мұндай көлемдегі бензин бекеттерде жоқ екенін растайды. Бензин көп болса, баға түседі, бензин аз болса, баға көтеріледі. Енді сондықтан бұл уақытша нәрсе, қазір алып барған не жоқ бізде. Әзірге Шымкентте және Сайрам ауданында АИ-92 бензині лимитпен сатылып жатыр. Оңтүстікте 570-ке жоқ жанар-жағармай бекеті болса, оның 100-ден астамы ірі жанар-жағармай құю мекемелерінің құрамында. Диляра Иса, Нұргүл Тапаева, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.